нарыққа келдік. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Біздің YouTube арнадағы көрермендер көп. Біз осы видеоларды салмаймыз. Өзі бір себептер болып жатыр. Сол туралы да міндетті түрде видео түсіретін боламыз. Екі контейнеріміз келіп жетті. Соларды таныстыра кетейік. 16 жылдан бастап бері көліктің арзан болған, осылай көрсеткенім, осылай түсіндіргенім, қаншама артымыздан Кореядан осыншама жігіттер көріп, қазір осындай объем алып, осылай Кореядан, Дубайдан, Қытайдан шамасы келгенше осылай жасап атқан жігіттер көп. Біреулер жарым-жартылай жасайды, біреулер жақсы жасайды деген сияқты әртүрлі жағдайда болып жатыр. Енді жүре келе, біздің өздеріңіз білесіздер, 100 000 подписчигіміз бар. YouTube каналында күмісіміз бар, поясымыз. Оны осы YouTube каналынан берген. Бұның бәрі бекер емес, ол еңбектің, адалдың арқасында. Біреулер пікірлерін жазады, өзінің сол сияқты әртүрлі жағдайлар бар. Енді біздің саламыз, біздің қызметіміз осы көліктерді, аманаттарды елдерге жеткізіп беру. Бұл қалай болады? Оны өздеріңіз білесіздер. Қымбат көлікті де, арзан көлікті де алып кеп береміз. Осы мен 2016, 15, 17-лерде шырылдап жүрген кезде бұндай тәжірибелерім жоқ еді. Ол кезде қалай болсын, бұлай болсын, сөйлей беріп, осылай үйрендік. Өте керемет. Жаңа орыста мақал бар ғой, Москва бірденен соғылған жоқ дегендей. Сондай дәрежемен өз уақытымен келе береді екен. Құдайға шүкір, елдің, өзімнің командамен бірге елдің сеніміне кіріп, осылай әліге дейін жұмыс жасап келе жатырық. Ендігі біздің айтатымыз нақты 23 жылы, жоқ, 20 жылдан бастайықшы мақал. 20 жылы шырылдап жүрдік. Машиналарды под ключ 5 миллионға, 6 миллионға әкелуге болады. 10 миллионға біздің нарықтан арзан әкелуге болатын дәлелдеп көрсетіп, солай жасап жүрген ақпараттарымыз бар. 20 жылғы 21, 22, 23, 24, 25, 25 жылдан енді тағы алсаң, 26 жылы ендігі жыл 16% жаңағы көтерілетіні бар, МРП-ның көтерілетіні бар. Ол көтерілсе, біздің де бағалар көтерілетін деген сияқты. Мұнаны тапсырыс берген адамдар бар көлікте, осыларда. Тапсырыс берген адамдар бар, өзіміз сататын көліктерде бар. Енді нарық тағы да қымбаттайды. Оған қарай біз тоқтатамаймыз, қымбатшылық кете береді. Біз жаңағындай осылай отыра берсек, қарап, ешкім саған алып кеп бермейді алдыңа. Сол үшін әрекетке берекет, хотя бы көлік алмасаң да, ақшаң жетпесе де, соған звондап, қалай болатын ақпараттарды білсең де, оның өзінде тәжірибе болады. Кеттік, енді көліктерді таныстырайық, қанша келгенін, дуалматы, подключ қанша болатын, сол туралы айта кетейік. Бірінші Hyundai Porterден бастайық. Енді бұл өте керемет. Бұны айтайын ба, көп қай жақтан біледі. Мұны Қырғызстан елінде осы газель оларда вообще жоқ. Қырғызстан елінде Porter мен Bongo'ны қатты мінеді. Өйткені тіршілік бұл Кореяның экономикасына көмектескен көліктер. Өйткені жаны сыр, қарапайым халық, сізбен біз сияқты жаңағындай Яндекс жасайды, мебель тасиды, үй көшіреді. Общем, не зат қимыл бар жаңағындай осындай неге қарай. Сонымен көліктер осыған қызмет етіп, ақша тауып, экономикасын көтерген Кореяның Kia мен Bongo. Соған қарай соны біле жүріп, бізде Қырғызстан, Өзбекстан ағайындарымыз осы Кореяға барып, осы қырғызстандықтар осында көп мінеді. Өйткені білет, мына машинаның жағдайы қандай екен, шыдамы қандай екен, біздің газельден қандай екен. Сол сияқты ең бюджетный бұның арзандауы да бар, жаңалар да бар. Осы под ключ 24 жылғы газ, 24 жылы 2,5 газ заводской, бұның дизель де бар, газдары қазір енді бұлардың 24 жыл только газ шығып жатыр, дизель уже жоқ. Так, бұл бізге под ключ 11,5 миллионға келді. 11,5 миллионға қараңыздар. Біздің
колесаны тез ашып көрсеңіздер, бұлар бізде 13,5, ең арзаны 13 миллионнан тұр. Автомат, полный комплектация, комплектациясы өте керемет. Енді иномарка ғой, таза, мысалы, жаңа біреу мынандайым бар деп мақтанса, сен наны мінсең, қандай жұмсақ, автомат, бәрі саған жасалынған, жұмысың жасада жүре бер. Даже кредиткеде осыны оформить етіп алсаң болады. Сондай жаңалықтар бар. Так, енді нашеттен бастайық. Бізде Hyundai Grandeur 2015 жылғы 3 литр бензин. Міне осыларды примерно айтайын, мен қанша айттым, до Алматы 3 миллионнан 3,5 миллионға дейін келеді. Енді ол өтірік емес, жүрегі бар, қорқпайтын жігіттер тапсырыс беріп, міне осындайды до Алматы осы нәрсені алып отыр. Одан кейін тағы да 3-4 миллион осы жерде утиль, первичка, растамашка сол нәрсені не алса, 7,5-ға, мысалы 8 миллион 7,5-ға айналады. Ал бізде не деп тұр бұны қазір? Нарықта 9,5-9 деп тұр да. 8-8 өлді деген деді. Бұл кісі енді 800 мың теңге, 1 миллион теңге пайда тапты дей берейік. Примерно енді. Оның нарық бәрін қанша қақсап айтып жатырық. Оны түсінетіндер түсініп алады, түсінбейтіндер түсінбейді. Бұл да Kia K7 2014 жылғы. Бұл да под ключ, мысалы 7 миллион 800-ге келді. Полный комплектация, кожасы бар, подогрев сиденья, электронный, 360 камерасы бар, толық полный комплектация. Өте керемет. Енді әркімнің көзі әртүрлі. Мына дизайн, мысалы беті жалпақ, мек сияқты беті жалпақтарға мына көлік жарасады дегендей сияқты. Мынау бар, мұрны ұзын дау келген, жағы ұзын дау келген, сондай ұзын көрінеді, ұзын көрінеді. Сондай сияқты кісілерге енді мен айтатым, екеуі де негізі бұның түкпірін, тарихын білсеңіздер, егелері бір. Осы Kia мен Hyundai'дікі егелері бір. Одан кейін просто жаңағы осылай бөлініп, біз жақтағылар білмеген соң Hyundai Kia деп сондай бөлінеді. Бірақ егелердің екеуі де бір болған негізі. Сол айтқандағындай, сізге Kia ұнаса, Kia тапсырып берсеңіз болады. Grandeur болса, Grandeur тапсырып берсеңіз болады. Мыналар бізде, мен наны қанша шырылдадым ғой, 6,5-ға 7 миллионға осыны ал деп. 2012 жылғы 3 литр бензиндер тапсырыспен әкеп берем. 6,5 миллионға ал деп айттым ғой, 6,5 миллионға ал. Не дейсің енді? Ал мына жерде өлді дегенде осыны 7,5 миллионнан 8 миллионнан алып жатсыңдар. Не ал дейсің? Сол сияқты до Алматы 2 миллион 800, 3 миллионға дейін келетін машиналарды. Сол сияқты. А бұл K7 екі дизайнда бар. Бұл да Kia K7 2011-12 ден шыққан бұлар. 12 ден осы түрде шыққан. Осы түрде 3 литр бензин. Бұл да полный комплектация. Панорамасы 135 мың пробег. 135 мың пробег. Өзің өлі. Мен қарапайым халыққа айтып атқаным. 135 мың пробег деген ол өте керемет. Пробегі бізде айналмайды. Нақты өз пробегін сол жақтан жаңағыдай толық видео отчеттарын сіздерге жіберіп, көрсетіп, сөйтіп алатын көлік. 135 мың әлі жүрген. Біз мысалы Кореяда 500 мыңға дейін жүргенін көргенбіз. Мына жерде әлі бізге қанша қызмет етеді. Сүлеймен ағамызға Шымкент қаласынан тапсырыс берген. Рахмет сәке, көлігіңіз астыңызда тосын. Мысалы бұл айтайын, шын айтайын ба, 6 миллион 300-ге түсті. Под ключ 6 миллион 300-ге. 2011 жылғы 3 литр бензин. Ал сен жүрсің пока. Серый Grandeur, енді ол жаңағы біз айтқан K7 3 литр бензин 6 миллион 300-ге келген. Міне 2014 жылғы рестайлинг, мордалары рестайлинг, астында туманниктері басқа болады. Газбен алды бұны, газбен. Бұл да до Алматы, мысалы 3 миллионға келіп жатыр. 3 миллионға. Аржанда 4 миллион осы жердегі документтерін төлейді, 7 миллионға под ключ түсіп жатыр. Мынау Grandeur жаңағындай аржақтағында көрсеткендейін, бұл да 11 жылғы, бұл да 6,5 миллионға келіп жатыр. Енді біздегі жаңадан енді байып келе жатқан сатылымда Kia Sportage, полный комплектация, родной краска 2012 жылғы, адаспасам, 2012 жылғы Kia Sportage. Жаңадан бұл сатылымда бағасын сізге қызық болып жатса, бағасы қызық болып жатса, жаза кетіңіз телефон номеріңізді, біздің менеджерлер хабарласып, осы туралы сұрасаңыз болады ақпарат. Бұл сатылымда бізде родной краска
1.6 турбо, полный комплектация панорамасымен. Бұны енді кімдер мінеді? Уже машинаны үйреніп алған, айдап жүрген, айдап уже опытты білген, 1 жыл 2 жыл өткен қарындастарымыз, жеңгелеріміз, әпкелеріміз, апаларымыз болмаса. Болмай баратса, сіздердің екінші тоқалдарыңызға алып берсеңіздер де болады осындай көлікті. Енді асты биіктеу, ұрылмайды, сұрылмайды дегенде жаңа бардюр-мардюрлердің бәрін таптап өте беретін көлік. Өте керемет. Бағасы примерно ар жақ бер жағы бір 7,5-8 миллионға болып қалады. Мен енді жобамен айтып жатқан кезде. Міне, құрметті ағайын, сіз енді пока осы жерде отқанша, елдер біз әлі осы видеоларымызды тоқтатпаймыз. Қаншама кісілер көлік тапсырыс беріп жатыр. Рахмет, осы тапсырыс беріп, сенім білдіріп, біз арқылы тапсырыс беріп жатқандарға алғысым шексіз. Сіздермен бірге Medina Group компаниясы, біз нарықта осы жерде Қазақстанда да жүреміз, зерттейміз. Одан кейін Япония болса Япония, Тайвань болса Тайвань, Корея болса Кореяға дейін барып, осы нәрсенің бәрін нарықты айналдырып, зерттеп, көріп жүрген жігіттеріміз. Ал құрметті достар, осы видео ұнаса, бір күлкілі нәрселер болса, өзіңіздің пікіріңізді тастап, лайк басып, осы видеоны машина іздеп жүрген жандарға жібере жүріңіз. Аман болайық. Жақсы.